Сәлем достар, осылай қағаздан шаршы сызып алған болатынмын. Әрбір қабырғасы 7 см. Енді біздер қалдық матамызды лақтыруға асықпайық. Осылай бәрін өлшеп кесіп аламыз. Қайшымен қиып алыңыздар. Осындай қалдық маталарыңыздан бөліктерді сызып және соны қиып алып, бәрін дайындап алыңыздар. Міне осындай неше түрлі бөліктер шықты. Енді осы бөліктердің бәрін бір-біріне жалғап тігіп шығатын боламын. Осылай 6 бөліктен бір-біріне жалғап тігіп шықтым. Енді осы бөлікті ұзын бойы бір-біріне тағы да жалғап шығамын.
қандай әдемі ерекше құрақ дайын болады. Енді келесі видеода осы құрақтан көрпеше тігетін боламын.